Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мен Акбержанова Айдана және Казиева Айжан сіздерге пульт көмегімен түрлі түсті диодтарды жандыру жобасын көрсетеміз. Ең бірінші Tinkercad бағдарламасына кіреміз. Ары қарай создать батырмасын басып, цепи бөлігін таңдаймыз. Жалпы бізге қажетті компоненттер: Arduino Uno тақтасы, айыр қабылдағыш, 3 жарық диод, 3 резистор жалғау сымдары және макет тақтасы. Бірінші оң жақ бөлігінде орналасқан іздеу бөліміне Arduino Uno тақтасын таңдап қосамыз. Келесі қадам пультті орнату және де ары қарай датчикті орналастырамыз. Келесі қадам жарық диодтарды қосу. Бұл жерде біз қажетті компоненттердің, яғни Arduino Uno 2 датчикті 3 сым арқылы заземление, питание, выходты қосамыз. Содан кейін кішкене макет платамен жұмыс жасаймыз. Яғни светодиодтарда Ctrl-C, Ctrl-V арқылы алып, 10 светодиод етіп көшіріп, Arduino Uno'дағы 2 мен 11 ретіндегі сымдар арқылы жалғаймыз. Резисторда да дәл осы ретпен ортаға 2 орын салып, кішкене макеттік тақтаға орналастырамыз. Содан кейін кішкене макеттік тақтаның плюсын 5 вольтқа, минусын GND-ға сым көмегімен жалғаймыз. Начать моделированиені басып, тексеріп көреміз. Время моделированиеда уақыт арқылы көрсетті. Ары қарай оң жақ шеттегі код жүйесіне кіреміз. Толық кодын жазамыз. Ал кодты жазып болдық. Пульттің нақты коды қандай екенін анықтау үшін сериал монитор ашып, батырманы басамыз. Шыққан кодты пробелге жазамыз. Осылайша біздің кодымыз сәйкес келіп, пультымыз өз жұмысын жасауда. Tinkercad'та, яғни iRemont кітапханасын таңдаған кезде кейде қате болуы мүмкін. Біз осы жобаны жасау барысында libraries ішінен iRemont'ты таңдадық. Соның орнына жаңағы хэштег немесе шотка белгісін қосу арқылы define decode knife'ты қосу арқылы кодты нақтылауға да болатынына көз жеткіздік. Осылайша біздің пульт көмегімен түрлі түсті диодтарды жандыру жобасы дайын. Тыңдағандарыңызға рахмет.